Сәлем құрметті көрермен, бүгін сіздермен небәрі 5-ақ минутты қажет ететін қызылша шырынының емдік қасиеті жайлы бөлісетін боламыз. Пайдалы ақпаратты соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіз. Көкөністердің арасында қызыл түсімен ерекшеленетін кәдімгі қызылшаның емдік қасиеті орасан. Тіпті оның кереметтілігі жайында Гиппократтың өзі айтып кеткен. Қызылша жемісін шикідей де пісіріп те жеуге болады. Ал шырыны бір емес бірнеше дертке дауа. Бұны дәрігерлер де бүгінгінің ғалымдары да жоққа шығара алмайды. Олай болса, қызылша шырынының нақты қандай ауруларға шипа болатындығын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Қызылша ангинаны емдейді. Тамақ ауруларының кез келген түріне қызылша шырыны ем болады. Ішсеңіз ағзаңызға, ішекке, бауыр бүйрекке, несеп жолдарына ем. Тамақ ауырып жөтел асқынғанда еш ойланбай қызылша шырынымен тамағыңызды шаясыз. Ал мұрын бітеліп, гайморит мазалағанда қызылша шырынынан 5-6 тамшы тамызасыз. Бұл ем 3 рет қабылданған соң-ақ керемет нәтиже береді. Қанды көбейтеді. Қаназдық кезінде ең керемет ем болатын қызылша шырыны екенін ұмытпаңыз. Қанды көбейту үшін 1 стакан қызылша шырыны мен 1 ас қасық табиғи таза балды араластырып, күніне 3-4 рет қабылдайсыз. Егер қызылшаға сәбіз бен қара тұрыптың шырынын араластырып ішсеңіз, онда қаныңыз көбейіп, теріңіз тегістеліп, бетіңіз жылтырап шыға келеді, әрі қуатыңыз да артады. Мидың қызметін жақсартады. Жас ұлғайған сайын адамның миы шаршап, өзінің жұмысын қалыпты жүргізе алмайды. Осы кезде есте сақтау қабілетінің нашарлауы, ұмытшақтық секілді жайсыздықтар пайда болады. Ал мұның алдын алғыңыз келсе, қызылша шырынының көмегіне жүгініңіз. Егер күніне 1 стакан балғын дайындалған қызылша шырынын ішсеңіз, онда ми жасарып, жұмысы жақсарады. Әсіресе қан қысымы тұрақсыз жандарға таптырмайтын ем. Бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Егер күніне 3 рет қызылша шырынын ішсеңіз, бауыр ауруынан біржолата құтыласыз. Ал қалай ішу керектігіне назарыңызды салыңыз. Ем үшін 1 стакан қызылша шырынын ішесіз. Оған қоса 100 грамм шикі қызылшаны үккіштен өткізіп жейсіз. Қызылшаның құрамындағы бетайн заты бауырдың жұмысын жеңілдетеді. Сонымен қатар өт жолдарына, асқазан ауруларына және сары ауруға керемет ем. Бұлшық етті қалыпқа келтіреді. Қызылша шырыны бұлшық еттің ауруын басады, әрі қатайтады. Спортпен айналысатындарға күніне кем дегенде 200 грамм балғын қызылша шырынын ішуге кеңес береміз. Физикалық жаттығу, үздіксіз қозғалыс, ауыр зат бұлшық етке салмақ салады. Ал оны қайта қалпына келтіретін бірден-бір ем қызылша шырыны. Қызылша шлактан тазалайды. Қызылша шырынының көмегімен ағзаны улы заттардан, шлактан тазалауға болады. Ол үшін аш қарынға 1-2 қасық қызылша шырынын ем ретінде қабылдаңыз. Арада 3 күн өтісімен-ақ кіші дәретіңіздің түсі өзгеріп, бауыр мен ішектің жұмысы жақсарады. Нәтижесінде теріңіз жасарып, ағзаңыз шлактан тазарады. Бұдан да пайдалы ақпараттарды білгіңіз келсе, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Халық емін қолданбас бұрын міндетті түрде дәрігермен кеңесіп алыңыз.